Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз сіздерге CapCut деген бағдарламадан сабақ бастаймыз. Жалпы CapCut'тың телефонға арналған нұсқасы бар және компьютерге арналған нұсқасы бар екен. Барлықтарыңыз білесіздер, иә. Біріншіден, қазір CapCut не болып кетті? Платный, былайша айтқанда ақылы болып кетті. Ол үшін подписка сатып алу керек. Міне мен подписка сатып алдым 1 жылға, 2026 жылға дейін жүреді әлі. Алғаш бұл соңғы жаңартылуы, обновление дейді ғой, осылай көрінеді. Міне әр адамда әртүрлі, менде осылай шығып тұр. Міне ноутбуктағы нұсқасы ғой, мүмкін компьютердегі нұсқасы басқаша болып көрінетін шығар, басқа да функциялар көрінетін шығар. Менде әзірше осы. Мына өзі запись экраны бар. Міне кіресіздерде бірден осы жерден 16-9 деген таңдап қоясыздар өздеріңізге. Кім қандай видео жасайды, соған байланысты ғой. Егер сіздер инстаграмға видео жасайтын болсаңыздар, мынаны таңдайсыздар онда. Создать проект басасыздар. Создать проект басқаннан кейін біз бірден неше түрлі әдемі көреміз. Қараңыздар. Мысалы мен дәл қазір өзімнің басқа каналыма домбырадан сабақ жазып жатыр екенмін. Сол бір, мысалы, осы бір видеоны ма, қайсы бір видеоны алып салып көрейік осыға. Так, қайдан алсақ болады? Мына ішіне бір какой-то видеоны аламыз. Ішіне бір видеоны алайық. Домбыра жазған сабағым, соны бастан етіп, ескі видеомды. Соны алып салайық. Осы видео арқылы біз CapCut'тың мүмкіншіліктерін қараймыз. Әр күні осылай CapCut'тан сабақ жазып отырам ба деген ой тұр. Сондықтан да каналымызға тіркеліп қойыңыздар. Мына менің CapCut'тағы сабағым, бүгінгі жазған сабағым. Mozart тобының. Мысалы, енді мен осы видеоны біріншіден кесіп тастағым келеді. Кесу түрде бірнеше нұсқа бар. Ол ең простой нұсқасы, жылжыта саласыздар. Егер мысалы видеоның ортасында бір жерін кескіңіз келсе, онда келесіздерді Б деген ағылшынша күн бассаңыздар, ровно сол жерге кесілме жасайды. Егер сіздер былай келіп, мысалы, осы видеоның сол жағын, мына видеоның қалған видео керек емес болса, онда сіздер ағылшынша соны басасыздар, кесіп алып тастайды бірден. Ctrl+Z-пен қайтара басасыздар. Болмаса, мына жақ керек болмаса, онда Q-ді басасыздар, ол жағы жоғалып кетеді. Сөйтіп бір-біріне жақындатып, жаңағыдай жасау болады екен. Мысалы, осы 3 видеоны қосқыңыз келсе, осылай бір-біріне выделиться жасайсыздар, кейін Alt-пен G-ді басасыздар, барлығы бір видео болып кетеді осылай. Жарайды. Мейлі. Енді жай Alt-пен G-ді қосып қойын, кейін бір видео болсын. Енді бұл видеоға мен мысалы осы жерге келгенде, мысалы осы жерге кестім да, осы жерден мен переход жасағым келеді. Переходқа келесіздерде неше түрлі переход бар. Оның ішінде мысалы өзімнің переходым бар, избіріне деген. Избіріне жасау үшін кез келген переходқа келіп, қасына осындай басып қойсаң, сонда таңдалады. Мысалы, маған ең оңайтын переходтың бірі осы. Кітапша ашылу. Соны жасайсыздар мысалы. Түсінетін боламыз. Жалпы қазір осылай шығады екен. Әр түрлісі бар енді. Тек қана соны ғана емес, мынаны қарауға болады мысалы. Басқа мынау мысалы. Жалпы переходтың ішіне қарайсыздар да, таңдайсыздар ғой, мына көп міне бөлінетін маска бар дейді тағы да. Соны қарай бересіздер. Жақсы, енді переходты көрдік. Енді мысалы осы видеоны біз қалай айтсақ болады. Осы видеоны бір фильтр қыламыз келеді.
мысалы слишком әдемі емес мынау, мен бұл видеоға әдемі қылдырғым келді да. Бұл жерде де мысалы өзімнің избранный жерімді белгілеп қойған өзімнің ұнайтын жерім бар. Мысалы Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Голливудты тыңдасам, Ассалаумағалейкум. басқаша, мүлдем басқаша. Ассалаумағалейкум. Маған мысалы Ассалаумағалейкум. бірінші Голливуд ұнап тұр. Дәл осы бейнеге осы бірінші Голливуд келеді екен. Кей жағдайда басқа бейнеге мынау келмей қалуы мүмкін. Онда басқа варианттарды қарастырасыздар. Жақсы, біз алдық дейбер жаңағы қайсы еді Голливудтан да бастастыр плюспен егер үстіне қойылады. Бұның барлығын осылай тартып видеоның соңына дейін апарасыздар. Мысалы, енді жақсы, біз жасадық делік. Енді осы видеоға мен эффект қосқым келді. Избранный ішінде тағы да қараймын, өзіме белгілеп қойған эффекттерім болуы мүмкін. Соны мысалы мынау видеоның бітіп жатқан жері екен. Мысалы бұны таңдауға болады. Бұл енді соңында қойып жаңағы мынау өзім переход сияқты міне помеханың видеосы. Мынау ескі мына телевизордың эффектісі екен. Мынаны да қойып қойған мысалы. Мынау мысалы тоже бір әдемі необычный. Пожалуйста, көрейікші. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз ассалаумағалейкум. Енді болады, иә. Бірақ енді бұл екі бағдарлама менде жұмыс істеп тұрғаннан кейін кішкене мына жерде көпейтеді жұмыс істеймін тұр, иә. Так, бұл стикерлердің ішінде де мен өзіме қазақ қарайық бар избранныйдың ішінде мен белгілеп қойыппын. Кей жағдайларда мысалы бұл стикерлерді қолдануға болады. Және текст бар. Тексттің ішінде мысалы бұнда да жаңағы избранный өз текстін бір ыңғайлы жері болса да әдемі. Өзіңе ұнайтын тексттердің бәрін өздеріңізше белгілеп қойасыздар. Мұнда бас кезінде медиа материалы деген бар айтпақшы. Соның ішінде тағы да өзінің видеосын ұсынады бұлар. Мысалы кей жағдайда қосып қойылатын видеолар бар. Бас кезінде ортасына бұнда да жаңағы бөлінеді, экран, фон, конец, заставка, конец деп өзіңізге керегін алып видеоңызға қосып отырасыздар. Сосын мысалы мен қайсыны зеленый экран ба? Зеленый экран бар екен. Зеленый экран ішінде не бар екен? Зеленый экран керек емес, маған мысалы подписка бар екен, подписка деген нәрсе. Жоқ екен. Подписка деген бізде ол да бар. Мысалы подписаться деген қазір нақты қайда екенін білмей тұрмын. Қай покойда жоқ. Өзде мен ваши деген бар, избранный амені отыр. Мысалы мынаның алдында бұл жаққа лақтырдым дейді. Зеленый экран алдында удалить фон деген жүресті. Хромакей таңдап, фонда ойлады. Сонда бізге подписка деген жазу міне шығады. Мына жағы туралы біз тағы да келесі айтамыз. Жаңа қосылған обновленияларды әр сабақта айтып отырамыз. Мұнда корректировка бар енді. Бұл енді өзіңіздің жасаған деген арнайы дайындалған сондай интернетте бар, лут деген жазсаңыз шығады. Тоже цвет, видеоның цветін шөлчітім. Бірақ маған ол
қатты қажет емес. Субтитр деген бар тоже. Ол текстің ішінде де шығады, мысалы автоматически осыны субтитрді жасау үшін жалпы. Және отдельно субтитр деген тоже галочка мында бар екен. Мысалы, исходный язык егер қазақ тілі болса, қазақ тілін таңдайсыз. Қазақ тілі әзірше жоқ. Но болашақта қазақ тілі шығады деп ойлаймыз. Сосын қосымша икші аударма тілінде шығаруға болады. Басқа тілдерге арнап. Сол бүгінше осы CapCut'тың қысқаша сабағы. Тағы да CapCut'та жазыңыздар. Мен барлық білетінімді осында шығаруға тырысамын. Келесі кездескенше.